Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгіленген сипаттары бар элементтерді іздеу. Белгіленген сипаттары бар элементтерді іздеу дегеніміз массив тізім ішінен белгілі бір шартқа сәйкес келетін элементті табу. Яғни біз барлық элементті қарап шығып, тек шартқа сай келетіндерін ғана таңдаймыз. Экранға шығар дейді. Әрине бұның жауабы кітапта бар, но біз бөлім-бөліміне қарап отырып шығаратын боламыз. Массив болса массив, лист болса листпен шығара береміз. From array, import array. Так, хорошо, рандоммен толтыра салайық. From random, import rand int. A тең array итая n береміз, оқушының бойын n тең int input оқушының ол балалардың бойының ұзындығы x12 массив, яғни n12 енгіземіз да a-ны толтырамыз. A тең толтырған кезде рандоммен толтырайық. Rand int оқушының бойы 168 бен 171-дің арасында толтырайық. For I in range n-ға дейін. Біткеннен кейін осыны экранға шығарып көрсетейік. Print a f5 сақтаймыз. Бізде 10 оқушының бойы бар. Мінекей бойлары рандоммен белгілі болды. Енді бізге айтады, соның ішінде дейді, оқушылар арасында ең болмағанда бой 170-ге тең дейді. Значит, формен тексереміз. For I in range n-ға дейін жазамыз. Если a итая каждый элементі тең болатын болса 170-ге, бізге соның несін тап дейді? Тізімдегі индексін, яғни айды тап дейді. Какой-то бір переменный берек, p тең 0-ге, и табатын болса p тең соның индексіне. Мысалға, бірінші 170 тапқан кезде ол екінші орында болуы мүмкін. Үшінші p-ны тапқан кезде бұл 3 болып кетеді. Бізге тура солай деп айтқан. Егер ондай оқушы бірнеше болса, ең соңғысын оқушының экранға шығар дейді. Жоқ, ондай оқушы бар болса, онда сол оқушының тізімдегі орын тап. Жоқ болса деген сұрақ жоқ шығар ішінде. Қайтып оқиық. 12 массивтердің оқушылар арасында ең болмағанда 170 сантиметрге тең бір оқушы табыла ма? Егер ондай оқушы бар болса, сол оқушының тізімдегі орнын тап. Егер ондай оқушы бірнеше болса, онда ең соңғы тұрған оқушының экранға шығар дейді. Значит, бізге жоқ болса деген әңгімені айтқан жоқ. Экранға p-ны шығарамыз. Print p f5. Окей. 12 оқушы бар. Бізде 170 10-шы орында тұр. Изначально ол бірінші орында тұрған, 0-шы орында, и ең соңында келетті, ол 10-шы орын болады, сонымен 11-мен аяқталады. Хорошо, тағы бір экранға берейік. Допустим, 20 деп айтайық, 18-ші орын, хотя бірінші орында 170 бар еді, 170 бар болып келіп, бізге ең соңғы тұрған 18-ші орынды көрсетеді. Жоқ болатын болса, жоқ жайында сұрамаған, бірақ кітапқа қарайтын болсақ, бірінші мысалдың кодында егер p 0-ге тең емес болса p-ны, иначе бойының ұзындығы 170 см оқушы жоқ деп